сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Шашымды буған кезде мен ылғи да мына жерім тұрып кетеді. Кейбір шошайып антен сияқты шығып тұр. Магазинге шығып баратырмын, нан алуға, тағы да бір нәрсе таба. В общем, нан алуға баратырмын. Сондықтан әшейін осылайынан киіне салдым. Қазір аяғыма кроссовки кием. И бір жағынан Жанұя магазиніне барып, кіріп кішкене аралап көрмекшім. Бізде дала өте қатты ыстық дала. Қыздар, өзіме осындай юбка алдым. Жаздық, жұқа. Мынау арты, мінекей, арты, мынау алды. Өзі гүлді, и андай қара и гүлді болғаннан көп нәрсесі көріне бермейді, біліне бермейді. Өзіме шап-шап күйіп қойғандай, бойы қысқа қыздар негізі сәл-сәл киім таңдау, киім неден сәл қиналады, мен бойым қысқа, сондықтан мына юбканы барған кезде осы юбка маған тағы да үлкен болатын шығар, тағы да кеңдеу болатын шығар деп ойланып барғам. Жоқ, өзіме шап-шап күйіп қойғандай болғаннан кейін қуанып кеттім, шынымды айтсам. Наконец-то юбка таптым деп. Өмір бақи юбка кимеген адам ұқсап. Бір юбка болған өзіме ұнайтын, бірақ юбка өзіме қатты ұнайтын. Ол енді ескірді, не қылды, оны беріп жібердік. Енді осындай юбкалар ұнап жүрген, и осыны алдым. Былтырда осындай юбкалар ұнаған, негізі барған кезде размерін таппадым, то өзіме ұнайтын цветін таппадым. Соменен қайтқан болатым. Бұл жолы енді инстаграмға сторисіне жаңадан товар келді деп осы юбкалардың бір-екеуін салған кезде сразу бардым. И сразу өзіме шапка размерді тауып алдым. Кейбіреулер кеңдеу келеткен, мен ойлаған басында суретке салған кезде барлығы стандарт депші. Сөйтсем ондайда болмайды екен ғой. Сонымен өзім арықпын еще бойым қысқа болғандықтан көп көйлек дегендер, юбка дегендер көбісі шақ келе бермейді. И өзімде сәл таңдауым қиындау, жүріп қалам, ана то цвет ұнамайды, то басқа жер ұнамайды, соменен көбінесе киімсіз қалам деп. Сондай менде таңдауым өте қиын. Перде болсын, басқа пастель болсын, әлі таңдап жүрмін мен. Мама негізі өзім мамам перде алып берем деген. Ана пердені, мына пердені жібереді, маған ешқайсысы ұнамайды. Сөйтсем мама айтады ғой, сен 10 жыл болды перде таңдап жүргеніңе, әлі жүрсің ба перде таңдап дейді. Мен айттым, биыл точно ештеңе таңдамаймын, ешқандай пердені таңдамаймын. Биыл барам, өзіңіз таңдаған пердені алып бересіз дедім. Осындай ойда жоқта осындай юбка алып қалдық деп. Бұның негізі квитанциясы бар, қазір мен қай жаққа қойдым екен. Бұл квитанция Жанұя магазині. 4800 теңге бұл юбка, 4800 теңге тұрады. Басқа да киімдер көрдім, футболкалар келген. Тағы бір айта кетер жағдай, бұл бізде аяғыма байланысты, көбінесе аяғыма байланысты мен көбінесе киім таңдап қалам. Маған тізеден төмен юбка, көйлек, кеңдеу шалбарлар, мен көбінесе сондай алам. Бұрындары ондай кеңдеу шалбар деген ондай кимейтін еді ғой. Біздің подростка кезімізде барлығы тырысып қалған киюші еді ғой. Маған сол кезде қатты қиын болатын. Қазір енді ондай жоқ, барлығы кең, сондай кең балақты киіп, әркім әртүрлі киінеді. Маған жарасқан, мысалға, аяғыма болмайды дегендей, аяғыма болғаны маған ұнамайды, жараспайды дегендей, сондай, көбінесе сондайлар болып қалады. Көйлектің де, юбканың да етегі кең, слишком ұнамайды маған. Маған сәл түзуле, кішкене ғана кең етекті болса, сол маған ұнайды. Қатты бола кең болу, ол маған мүлдем ұнамайды. Қазіргі көйлектердің көбісі сондай ғой. Негізі үйге болады, үйге кигенге болады, өйткені біз жақта күн ыстық болады, оңтүстік, андай көйлектер бізге нағыз сондай көйлектер. Айта кетерлік жағдай, біздің үйдің қазір жағдайын сіздерге көрсетем. Бүгіндікке мен ешқандай
үй жинаған жоқпын, үйде болған жоқпын кешке шейін. Азын сағат мен 10-да кеткем, содан енді келіп отырмын. Үйге келгем негізі, кешіріңіздер, үйге келіп обед іштім, жаңа кішкене дем алдым, сөйттім де қайтадан магазинге шығып кеттім, өйткені үйде нан жоқ. Сонымен нан алып келем деп бір жағынан юбканы тасылтып ұраттым, сонымен шығып кеттім. Үйге келсем, үйдің ішін астан кестен ғой мынандай болып отыр. Қазір сіздерге жағдайын көрсетейін. Ал қайнеке қыздар, дайындалыңыздар. Қазір біздің үйдің жағдайын көресіздер. Тадам! Мінекей осындай болып отыр. Мінекей жерді қараңыздар. Төсек жинаған түрлері мынау. Алматтың. Төсек жинаған түрі мынау Алматтың. Қазір бар осының барлығын реттейміз. Енді келесі жерді кірістеймін. Үйдің жағдайын көрдіңіздер. Маған осындай сюрприз дайындап қойған екен. Енді менімен бірге үй жинайтын боламыз. Барлығы осылайынан жиналды. Куртканы осылайынан іліп қойдым. Сырт киімдерді осылай іліп қоясыз. Енді мына жақта осылай жинап қойдық. Мына футболға киетін киімдері таза бір киіп келді. Осы жерге қойып қойдым. Кейін тағы да киетін болады. Мына жерде тағы да осындай сыртқа магазинге басқа неге барғанда киетін киімдер мынаның бәрі. Осыларды осы жаққа бүктеп қойдым осы жерге. Мына жер әжептәуір кең болып қалды, жиналып.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Барлығын жинастырдық, пылесостадық. Бағанағыдан тәуір әйтеуір. Бағана кіріп келгенде үйде деген ужас болып отырды, ішім бәрі шашылып, киімдердің барлығы кигенде таза болып қалды. Бұл жатын бөлме. Қазір сіздерге шай ішетін бөлмені көрсетем. Шай ішетін бөлмені де жинадық барлығын. Жақсылап шашылып жатқан киім ол в основном үйде шашылып жатқан жердің барлығын ретке келтірдік. Неде пылесостың барабаны. И мына жақта да осындай тазалық. Енді сағат кешкі 8 болайын деді, сағат 8 болайын деді кешкі. Енді тамақ іше беруге болады, енді таза үйде. Жақсылап тамақты ішіп, қарынды тойғызып, сонымен жатамыз. Шаршадым бүгіндікке. Көп жүгірдім бүгіндікке. Шаш деген айқайлап кеткен. Мен шашым өйстіп түрлік істесем, бірден істесем, шашым айқайлап кетеді. Білдіртеді мен не істеп жатқанын бәрін шашым. Видеомды аяқтайын. Енді қазір адамдар жиналады, кешкі асқа жиналады барлығы. Қарындар ашқаннан кейін келеді үйге барлығы. Сіздермен қоштасайын. Сау саламатта болыңыздар.